Selam dostlar, kanalıma hoş geldinizler. Biz bugün үй жағдайында сухарики киришки дайындайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай, бар жоғы 1-ақ минут алады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте барлығына дәмді және салатқа қосып жүрмін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге бар жоғы осындай нан қажет. Менікі 3-4 күн тұрып қалған. Ең бастысы көктеп кетпесе болды. Содан кейін 2 салафан қажет. Мен 2 түрлі қылып жасайын деп жатырмын. Бірінші осылай ұзынша қылып, екіншісі майдалап тураймыз. Осылай ұсақтап тұрып алдым. Бұл салатқа қосуға. Және екеуін 2 бөлек салафанға саламыз. Мен осылай екеуін турап салып алдым. Негізі табаққа араластырғаннан осылай салафанды араластырған өте жақсы болады. Жақсы араласатын болады. Тұз себеміз және паприка салдым. Өзіңізге қалаған дәмдеушілер қоса берсеңіздер болады. Қызыл бұрыш қосуға болады. Енді жақсылап араластырып аламыз. Үлкен қасықпен 2 қасық сұйық май құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде қолымыз ешқандай бүлінбейді. Және дәл екіншісіне дәл солай араластырамыз. Және үшінші түрі ол ешқандай тұз, майда, бұрышта қоспай құр өзін турап табаға салып қуырып алсаңыздар өте дәмді болады. Мен балаларыма бұрыш қосылмаған түріне жасаймын. Соны жақсы жейді. Ал мына бұрыш қосылған бұл кішкене ащы болып шығады. 150 градуста 20-25 минуттай қызарғанша ұстайсыздар. Өте қытырлақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтын толықтай сенімдімін. Және мен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сендермен болған шанат астарың дәмді болсын.